Денсаулыққа пайдалы 10 тағам. Арықтауды бастамас бұрын ең алдымен дұрыс тамақтана білу керек. Сұлы ботқасы. Сұлы бұнында дәндерден алынған көмірсулар және көп мөлшерде талшық бар. Бұл оны қоректік заттардың тамаша көзі етеді. Сонымен қатар пісіру оңай. Сұлы майы қандағы қант деңгейін төмендетеді де ас қорытуды баяулатады. Сұлы жармасында көп мөлшерде кездесетін бета-глюкан да семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, қою тамақ жақсы қорытыла бермейді. Сорпа тамақ ішкеннен кейін өзін ұзақ уақыт жақсы сезінгісі келетіндер үшін тамаша шешім. Үшінші тағам жұмыртқа. Бұл өнім ақуызға толы. Жалпы жұмыртқа басқа да қоректік заттарға бай. Сондықтан таңғы, түскі асқа да жеуге болады. Жұмыртқаны жегеннен кейін ұзақ уақыт қарын ашпайды. Жұмыртқада барлық тоңыз маңызды аминқышқыл бар. Бұл ақуызды қалыптастырады. Балықта ақуыз және омега-3 көп, ал зиянды майлар аз. Омега-3 денсаулыққа ғана пайдалы емес, сонымен қатар мидың дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді және зейінді арттырады. Балықтың калориясы төмен, бірақ ол еттің кейбір түрлеріне қарағанда ұзақ тоқтық сезімін береді. Алма пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер саны бойынша алмамен басқа ешбір жемісті салыстыруға болмайды. Құрамында ас қорытуға пайдалы пектин, талшық және су бар. Яғни жеген алма ағзадағы су балансын сақтайды. Ірімшік сүт өнімі болғанына қарамастан, ол салмақ қосуға ықпал етпейді. Ірімшіктер В дәруменіне, фосфорға, кальцийге және селенге бай. Жетінші апельсин. Цитрус жемістері де холестерин мен қандағы глюкоза деңгейін нормада ұстап тұруға көмектеседі. Апельсиннің құрамында иммундық жүйенің жұмысын жақсартатын С витамині жоғары. Сегізінші асқабақ. Асқабақ калориясы аз, сонымен қатар асқабақта су көп және тұз бар. Тұз қан тамырларына және ас қорытуға пайдалы. Сонымен қатар метаболизмді жақсартады. Тоғызыншы майсыз ет. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге көмірсуы аз, ақуызы көп тағамдарды жеген жөн. Сондықтан майсыз ет жеу керек. 10-шы тағам попкорн. Көптеген адам попкорнды майлы деп санайды, бірақ олай емес. Попкорнның құрамында талшықтар көп. Ұзақ уақыт тоқ жүресіз. Сонымен қатар попкорн құрамындағы май мен тұзға байланысты өте пайдалы.